Табысқа жетемін десең, серігіңе сүйен. Селбестіктен селкеу шығарма. Канайткей айтқандай, біз төтенше осы заманданған төтенше жаңалықшыл дүниеде жасап отырмыз. Әр қайсы техникалық тараулардың қызмет бөлісі алдында жеке қабілетіміз тіпті түкке тұрмай қалды. Сондықтан табысқа жету үшін басқалармен селбеспей амалымыз жоқ. Мына заман қас қағымда сан құбылып жатыр. Бір күннің өзінде сан санақсыз жаңа құбылыс, жаңа білім, жаңа зат туындап отырады. Жалғыз адамның миы мен парасаты арқылы шегіне жету мүмкін емес. Бір ақын айтқан екен, біздің қазіргі қоғамымыз бейне үші қиырына көз жетпейтін, кеңдігіне шек жоқ төр іспетті деп. Әрбір адам осы төр ішінде өте қораш сезіледі. Ол бір ноқат қана, тіпті ноқатқа да жетпейді. Ал табысқа жеткен адамдардың өзіндік қулығы болады. Олардың табысқа жетуінде бір қағида бар. Атап айтқанда, ол басқалардың күшіне сүйенеді. Бәлкім, қазіргі нәтижесі болар. Не ортақ туар, не болмашы ғана қызмет өтеген шығар. Қорытып айтқанда, бір шарбаққа 3 қада, бір батырға 3 серік деген емес пе? Кемеңгер уәзірлер Фаң Шуанляң Уейжыңдардың көмегінде парасатты патша Таң Тайзұң саяси жақта турашыл болып, Чжуңгуан жылнамасында зор оңалту жасап, ерте заман өркениетінің шұғыласын асыра түсті. Алтын серік деген міне осы. Уаң Жауей Жас дәурен деген кинофильмі арқылы ерен қабілетін бүкіл әлемге тағы да әйгіледі. Бірақ ол өзінің өмір баянында оператор, киім жобалаушы, бояу меңгерушісінің еңбегін дәріптеп, оларды 3 генералым деп алқады. Солардың көмегінде сан құбылған әсем көріністер тартылып, әдемі шипау көйлектер жарыққа шығыпты. Ол кемеліне келмеген сценарийдан кинофильм тартумен атағы шыққан. Соған лап еткен шабыт, қайнап шыққан бейнелеу сезімі сүйеніш болады. Ляо Шауидің селбесуінде Шаң Мауидің түсінуіне мұқтаж. Сондықтан бұл фильмнің сәтті жасалуында осы факторлардың бірден біреуіне қол үзуге, барлық қызметкерлердің іштей түсіну мен тығыз селбесуінен айырылуға болмайды. Уаң Жауидің кинофильм туралы өз идеясын жалғыз басымен бейнелеуі мүмкін емес. Бір тал сақпыны сындыру оңай. 10 жұп сақпыны қосып матап қойып, сындыру қиын дегеннің жөні міне осында. Бір топтың алымы, басшысы болса, ол әрбір адамның ақыл парасатын, төзімділігін, қайратын, сезімін, білімін шоғырландырып, олардың өзара ұштасып, бірін-бірі толықтауға жағдай жасап, олардың күш қуатын анағұрлым толық сәулелендіреді. Бір көлектеп жалындаған өршіл қайсар рухына ешқандай күш бөгет бола алмайды. Адамның миы бейне батарейка секілді. Жалғыз күресіп құлшыныс жасағанда энергиясы тез таусылады. Сұлқыны түсіп, шегіншектейді. Дәл осы сәтте табысқа жету үшін алдымен энергия толықтау керек. Сондықтан жалындыда зерделі, зейінді адамдармен барыс келісімізді үзбей, бір-бірімізді толықтап тұрсақ, ақылымызға ақыл қосылып, белсенділігіміз бен парасатымыз асып, өміршеңдік қуатымыз бен жалынды жігеріміз тасқындай түспей ме? Осы заманда қызмет бөлісі барған сайын жіңішкеріп кетті. Өнеркәсіп жағынан саламен тарау барған сайын көбейіп барады. Бір өнімді кемеліне келтіру үшін көптеген зауытқа әрбір ұсақ бөлшектерін жеке-жеке өндіреді. Оны тағы арнаулы құрастыру, арнаулы саудагер апарып сату қажет.
оған сансыздаған адамның селбестік парасаты мен маңдай тері сіңген. Бір өнімді жалғыз адам жасай салатын заман келмеске кетті. Қазір тұтас қоғам селбестікке қарай бейімделіп барады. Селбескенде ғана бәсекеде жеңіске жете аласың. Селбесудің маңыздылығын түсінбеген адамның ой санасы шанақты. Амал айладан жұрдай жан болғаны. Қоғам тұрғысынан біздің білім өрісіміз барған сайын таяздап, дәрменсізденіп барады. Біз біреумен селбесуге, өзара барыс-келіс жасауға төтенше мұқтаж боламыз. Өз қабілетімізді сонда ғана өнімді сәулелендіре аламыз. Ал керісінше коллективтің алға басарлығы сол коллектив ішінде адамның жеке дамуына барынша игі ықпал жасап, жекенің қабілетін жоғарылатып, биіктен биікке шығарады. Коллективтің бір тұтас дамуынсыз жекенің дамуы ұзаққа бармайды. Әуелі елеусіз болып қалады. Қазіргі бәсеке жекенің сапалық бәсекесі ғана емес, көбінесе халықаралық топтар арасында бәсеке болып отыр. Етене өнімді селбескенде ғана бәсекеде жеңімпаз орындар тура аламыз. Қадірменді тыңдармандар, бүгінгі сіздерге табысқа жетемін десең, серігіңе сүйен, селбестіктен селкеу шығарма атты әңгімеміз осымен аяқталды. Әрқашанда табыстарыңыз арта берсін, кәсіптеріңіз алдыға жүре берсін дегім келеді, және де өздеріңізге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.